Ассалаумағалейкум YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Бүгін бізде маңызды тақырып Рамазан айының ең қадірлі түндерінің бірі қадір түні жайлы болмақ. Яғни осы біздің подкастымызды YouTube арнамыздан жоғалтып алмас үшін арнамызға жазылып қоңырауды басып қойыңыздар. Яғни осы тақырыпты кеңінен ашатын белгілі ұстаз, теолог, ағарту академиясының спикері Төлеген Талдыбаев ұстазымыз. Ассалаумағалейкум ұстаз, эфирімізге қош келдіңіз. Уағалейкум салам, қош болдық. Ұстаз, бүгін сондай барша халық үшін, барша мұсылман әлемі үшін осындай бір керемет тақырып қозғамақпыз, яғни маңызды қадір түні жайлы. Осы тақырыпқа қалай дайынсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Көңіл күй жақсы. Тақырып Алла тағала баршамызды осы қадір түніне қауышқан күйде, күнәларымыз кешірілген күйде, және Алла тағала осы қадір түніне қойған нығметтердің барлығына кеңелген күйде ақыретте тірілуімізді баршамызға нәсіп етсін. Әмин. Алла разы болсын ұстаз. Ұстаз, енді сұраққа көшетін болсақ, барша халыққа түсінікті болу үшін қадір түні дегеніміз енді қай түн? Ол қай айда, яғни қалай белгілі болады? Сол туралы айта кетсеңіз. Бисмилла. Жалпы қадір түніне байланысты риуаяттар өте көп. Жалпы қадір түні толықтай бір жылдың ішіне жасырылған деген риуаяттар бар. Ол арнайы бір Рамазанмен шектелмеген. Сол себептен кімде-кім қадір түнін тап болатын болса, қадір түнін қарсы алатын болса, қадір түніне сәйкес келетін болса, ол адам үлкен нығметтерге кенелетіні туралы риуаяттар бар. Қадір түні толық Рамазанның 30 күннің ішінен іздеңдер деген риуаяттар бар. Және осыны ашықтаған ғалымдар бар. Қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күннің толық ішінен іздеңдер деген риуаяттар бар. Және қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінің ішінен іздеңдер деген риуаяттар бар. Қазіргі таңда біздің халқымызда, жалпы қазіргі таңда бізде жаңағы діни басқармамен бекітілген 26-сынан 27-сіне қараған түні деген риуаяттарда бар. Және осы түнге меңзейтін да көптеген ғалымдарымыздың өсиеттері бар. Жалпылама айтқанда, адамдардың деңгейіне, тақуалығына байланысты кез келген адам қадір түнін іздесе болады деп айтсақ болады. Мысалға, жақсы бір тақуа адам болатын болса, онда ол адам үшін әр түн қадір түні, әр түннен іздейді ол қадір түнін. Жалпы мына нәрсені түсіну керек. Алла тағала неге бұл қадір түнін жасырды? Неге бұл белгісіз болып қалды? Бұл жерде бірінші қадір түнінің шын мәнінде бүгінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тікелей қатысы болған бір риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мінберге мініп қадір түнінің қай түн екенін айтуға шыққанда, сол сахабалардың арасында кейбір мәселелерге келісе алмаған адамдардың арасындағы даудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мінберден қайтада түседі. Сөйтіп келіп оларды ажыратып, екеуінің қолына жүрегін қойып, оларға дұға оқып, бір-біріне сүйіспеншілігін қайтадан бір-бірін табыстырып, жақындатып, қайтып келіп мінберге отырады да біраз уақыт үндемей қалады. Одан кейін мен сіздерге негізі қадір түнінің қай түнін және ол жердегі нығметтер туралы айту үшін мінберге мінген едім дейді. Бірақ сендер өзара осындай бір керемет айда соғысуға тыйым салынған бір айдың ішінде бір-біріңнің жағаларыңнан ұстау себептен Алла тағала менің ақылымнан алды дейді бұл түннің қай түн екенін. Енді бұны Рамазанның соңғы 10 күнінен іздеңдер деген риуаятқа сәйкес жалпы біріншіден қадір түнінің жасырылғанын көреміз бұл жерде. Екіншіден, ғалымдарымыз бұны тағы да былай тапсырлайды. Адам баласына қазір біз бұл 25-ші түні немесе 27-ші түні, 29-ші түні деп нақты бір дата беретін болсақ, пендеміз ғой бәріміз сол түні ояу боламыз, сосын құлшылығымызды жасаймыз да, сосын ары қарай қайтадан ғафлетке кетеміз. Сол үшін Рамазанның ішінде толық адам ояу болу үшін, толық Алланың нығметіне кеңелу үшін, әрдайым өзін ояу ұстап отыру үшін, яғни орыс тілінде айтқанда қалай, трезвый дей ма, үнемі жаңағы қол аяғын, жаңағы ақылын, жүрегін барлығын былай дайын күйде ұстап тұру үшін күнде
ол қадір түнін іздеу үшін, күнде Алла тағалаға мінәжатын арттыру үшін, жүрегін кеңінен ашу үшін Алла тағала кейде бұл нәрселерді осылай сыр қылып жасырған дейді. Жалпылама қадір түнінің басым көпшілік ғалымдардың тоғысқан көзқарасы бұл Рамазанның ішінде және Рамазанның соңғы 10 күнінде және Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінің ішінде бұл 21-ші, 23-ші, 25-ші, 27-ші және 29-ші күндері болып табылады. Ғалымдардың арасында мынандай да нәрсе айтқан, бұл бір жылы 25 болады, бір жылы 29 болады, бір жылы 27 болады, бір жылы 21 болады деген сияқты жылда ауысып отырады дегенде көзқарастар бар. Жалпылама бұл нәрсенің барлығы Рамазан бойы бізді сол құлшылықтың үстінде, мінәжаттың үстінде Рамазанның өзі толықтай Алланың рахметі екенін сезіну үшін Алла тағала Құранда осы қадір сүресін арнайы түсірген. Машалла. Ұстаз, енді осы Алла тағала осы қадір түнінде соңғы Рамазанға, оның ішінде Рамазанның соңғы 10 күніне, тақ күндерге жасырған болса, осы Рамазан сондай түннің осы қадір қасиеті енді басқа түндерден қарағанда жоғары ғой. Осы қадір қасиетіне тоқталып кетсеңіз. Біріншіден, бұның Ләйләтул қадір болуының асыл үлкен мақсаты, себебі Алла тағала өзі Құранда айтады: «Инна анзалнаху фи ләйләтил қадр». Бірінші аяттың ішінде өзі айтып тұр: расында біз сендерге сол қадір түнінің ішінде сендерге Құранды түсіндік. Яғни Құран түсті, осыменен осы түн қадір түні болды. Алғашқы Құранның түсу бастаған түніне қадір түні деп айтады екенбіз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хира үңгірінде отырып, Аллаху субхана ва тағалаға былай жүрегін ашып, мінәжатын жасап, Алла менен жеке бас-баса қалып отырғанда, жер бетінің адамдардың арасында, жаратылыстың арасындағы ең әмина дейді ғой, ең сенімдісі болған Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам, көктің, саманың ең сенімдісі болған Джабраилул Амин, яғни сенімді болған Джабраил менен екеуінің бір-біріменен қауышқан күніне, түніне біз бұған қадір түн деп атайды екенбіз. Ең алғашқы аяттың түскен күні осылайша Алла тағала жер бетін нұрландырған, қадір қасиетті еткен. Бұның ең үлкен себебі бұл Құранның түсуіменен. Білесіңіз, Құран жер бетіне түсті, не алып келді? Бұл адамзатқа ақ пен қараны ажыратушы бір фурқан күйінде түсті. Азғындықта жатқан араб жазирасына келді. Жер бетінің ең бұзылған жері сол жер еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала тәрбиелеп сол жерге түсірді, және оны өзінің ұлы болған рисалеті нұрыменен сол қуаттады. Сол қуаттаған екеуінің арасындағы, яғни Алла менен, Джабраил менен, Құран менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арасындағы байланысқан ең алғашқы байланыс бұл не еді? Сол қадір түні еді. Құранның түсуіменен бұл түн қадір қасиетті болды. Тіпті Рамазанның өзі, Рамазан айының Рамазан болуының негізі осы Құран аяттарының түсуіне байланысты. Одан кейін білесіңіз, енді қадір түні Аллаху субхана ва тағала Құранды түсірген болса, тура сол түні аспан денесін ашады, жер бетіне бүкіл періштелер түсіреді, және ол түні бүкіл жерде ешбір қызметі болмаған, бұрын соңды жермен қарым-қатынасы болмаған барлық періштелердің барлығының жер бетіне түсетіні, және Аллаху субхана ва тағала оларды түсіргендегі негізгі бір мақсаты асылында. Білесіз ғой, таназзалул малаика. Өзі таназзала деп жатыр. Таназзала деген сөз бірінің артынан бірі, бірінің артынан бірі. Мынау түн батқаннан бастап таң атқанға шейінгі аралықта аспаннан періште жауады десек қателеспейміз. Сол түні періштелер жауады. Әрбір періште нұрдан жаратылған. Және мына біздің жанып тұрған айналамыздағы бүкіл жарықтың көлемі белгілі. Олардың жанатын уақыты белгілі. Және жарық беретін ауқымы, аумағы белгілі. Ана лампочкалардың сыртына барлығын вольты қанша, көлемі қаншалады жарық, осы нәрселердің барлығын жазып қояды. Бірақ періштелер де нұрдан жаратылған. Олардың қанша вольт екені, олардың қанша ауқымда көлем беретіні, жарықтығы бұл ешерде жазылмаған бір керемет нәрсе. Аллаху субхана ва тағала өзінің жаратқан, яғни мәңгілік жаратылған нұрларын
осы түні Аллаху субхана аспан денесін ашу арқылы таң атқанға шейін барлығы бір мезетте түсіп жерде қалып кетпейді екен. Тәнәззәләдан мақсат осы нәрсе. Бұл таң атқанға шейін осылай бірінің артынан бірі осылай жауады екен. Және жерге түсетін періштелердің саны жердің бетіндегі топырақтың түйіршігінен көп, яғни. Не деген сөз? Қысқаша былай көз алдыңа елестете алу үшін сізге айтқым келеді. Мына столдың үстін бір жер шары деп алатын болсақ, осы жер шары түгелдей нұрға айналады деген сөз. Және бұнымен Алла тағала нығметін тоқтатқан жоқ. Не деді? Уар-рух деді. Яғни мана әңгімемде не дедім? Жер бетінде ешбір қызметі болмаған періштелер. Жерде қызмет ететін періштелер бар. Желді таситын, жаңбырды жаудыратын, тағы да адамдардың жанын алатын, олардың үнемі жермен қатысы бар. Жермен ешбір қатысы болмаған періштелер бар. Сол періштелерден де біреуі Джабраил алейхиссалам. Аллаху субхана ва тағала таназзалал малаика уар-рух. Не дейді? Сол түні бірінің артынан бірін періштелерді түсіреміз, және Джабраилді түсіреміз деп жатыр. Және деген араб тілінде бұған атыф дейді. Мысалға періштелерді түсіреміз деді да, Джабраилді түсіреміз деп бөлек айтты. Негізі Джабраилдің да жынысы періште емес пе? Періштелерді түсіреміз дегеннің ішіне Джабраил кірмеді ма? Джабраил кіретін болса, неге оны жаңағы және деген атыфпенен алып, оны неге бөлек айтты? Өйткені бұл жерде ешбір қызметі болмаған. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алланың рахметіне көшуіменен жермен ешбір қатынасы болмаған, қызметі тоқтаған Джабраил алейхиссаламды да осы жерге түсірілетіні. Тіпті ғалымдар былай айтады: Аллаху субхана ва тағалаға сансыз шүкірлер мен ерекше мадақтар болсын, басқа пайғамбарлардың үмметіне нәсіп болмаған ұлы нығметтермен бізді нығметтендіргеніне деген сөздерді естіген таң қаласың. Басқа пайғамбарларға, олардың үмметіне не нәрсе нәсіп болмады екен десеңіз, міне Джабраил алейхиссаламның жылына бір рет келіп, сенің, менің және осы жер шарында өмір сүріп жатқан адамдардың бәрінің халін білу үшін. Пайғамбар емеспіз, пайғамбар келмейді, пайғамбарлық миссияның бәрі тоқтаған. Сонда да сіздің, біздің халімізді білу үшін, яғни үммету Мұхаммадтың халін білу үшін, періштелер үшін жаратылған, пайғамбарлар үшін жаратылған періштенді осылай жер бетіне бір рет түсіріледі. Бұл нәрселердің барлығы қадір түнінің қадір қасиетін көтереді, яғни мақсатын көтереді. Мен қазір барлық нәрсені сізге былай тізбектеп айтатын болсақ, бізге 1-2 сағат уақыт жетпейді. Ол қадір түні ұлы нығметтерге бөленген 1000 айдан хайырлы болған. Яғни 83 жыл 4 айдың бүкіл нығметін ішіне қамтитын түнді екеуміз 1 сағатта отырып, бұлай басына соңына шейін айтып өте алмаймыз. Өйткені Аллаху субхана ва тағаладан бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мінберге мініп, анау дейді, ар-риджал, сондай бір еркектер бар, сондай бір намысты, өте мықты жігіттер бар. Олар бізден алдын өмір сүрген, олар өмірінің осыншама жылын Аллаға құлшылыққа арнаған, осыншама жылын намазға, осыншасын оразаға деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір қауымды және соның ішінен бір адамдарды мақтай бастайды. Сөйтіп сахабалардың көңілі түсіп кетеді. Іштеріне мынандай ой келеді: әлбетте олар өте ұзақ өмір сүрген болып тұр ғой. 80 жыл намазға арнаса, 150 жыл джихадқа арнаса, осыншама жыл жоқ дегенде бір 200-300 жыл өмір сүрген. Бірақ бізді енді қайтеміз, Алла тағала бізге бір 60 жылдай ғана ғұмыр кешуді мүмкіншілік қылып берген. Өзі 60 жылдың ішінде бір 150 жыл қалай джихад жасаймыз, 80 жыл бойы қалай ораза ұстаймыз дегендей осындай бір көңіл күйлер түседі. Осы көңіл күйлерін көтеру үшін Аллаху субхана ва тағала лейлатул қадри хайру мин әлфи шахр, Алла тағала сендерге нығмет етіп түндерден бір ғана түн бер дейді. Ол түннің ішіндегі барлық нығметтер, барлық амалдар, барлық күнәлардың кешірілуі, барлық истиғфарлар, барлық дұғалар 83 жыл 4 айға еселенеді дейді. Бір түнде, бір мезетте. Білмеймін ғой, сен түн бойы құлшылық жасамайсың ғой. Отырып 10 минут, 20 минут, 1 сағат әрі кетсе дұға қыларсың. Сенің 1 сағат дұғаңды Алла тағала 1000 ай еселей салатын сондай бір нығметтерді береді дейді. Бұл қадір түнінің үлкен нығметтерінен тағы да бір нығмет.
Сондықтан бұл түнді біз соңына шейін барлығын тауысып айта алмаймыз, әлбетте. Бірақ шамамыз келгенше, Алла тағала мүмкіншілік бергенше, адамдардың жүрегіне жете алатындай, адамдар көтере алатындай деңгейде, Құдай қаласа, бір нәрсені мақсат етіп жатырмыз енді. Бұл түнге адамдарға бір тәшвик беру үшін, біздің тілмен қалай айтамыз, мотивация беру үшін, бұл түннің артықшылығын алдын ала түсіну үшін, және шынында бұл жүректерге жетсе, адамды түнімен ояу ұстап отыру үшін, құлшылықтарға бір ынталы, яғни бір тәшвик қалай болады қазақша, бір сәук ету үшін, яғни осы мақсатта бұл нәрселерді алдын ала ескертіп айтып жатырмыз. Сөзіміз егер адамдардың жүрегіне жеткен болса, адамдар міндетті түрде Рамазанның соңғы 10 күнін өте қайырлы, жақсы өткізеді деген үмітпенен. Алла разы болсын, ұстаз, керемет түсінікті болды қадір қасиеті. Енді мына ұстаз, осы қадір түнін Алла тағала басқа түндерден неге абзал қылған? Аты айтып тұрған сияқты, көрдіңіздер, қадір түні лейләтул қадыр деді, яғни. Немесе лейлдер көп, мысалға сеййидул әйям дейді, мысалы шахру рамадан аллази унзила фихил Құран. Яғни Рамазан айы, айлардың сұлтаны. Сеййидул әйям, күндердің ішіндегі ең сұлтаны ол жұма күні. Бұл күндерді Алла тағала нығметтерді еселейді, құлшылықтарды еселейді, адамдардың барлығын бір жерге жинайды. Бір жерге жинау арқылы жұмада шақыртуменен бокс жіберіп, білмеймін, машинамен алып келем десең, адамдардың басын қоса алмайсың кейде. Рамазанда адамдар жұмысына қарамастан, жағдайына қарамастан, ауырып жатқанына қарамастан, басқасына қарамастан, тіпті 5 уақыт намазбен ешбір шаруасы жоқ адамның жұма күні намаз есіне түсетіні Алла тағаланың бұл айға, бұл күнге, бұл яғни сеййидул айям, күндердің ішіндегі ең сұлтаны қылып қоюының бір өзінің мазмұндары бар. Тура сол сияқты түндер бар екен енді. Түндерде бірталай түндер, мысалы Бәраат түні деген сияқты түндер, бірақ ішіндегі ең Құранменен қуатталғаны бұл қадір түні екен. Қадір түнінің артықшылық болуы. Біріншіден, бұл түнде Аллаху Субхана ва Тағала бір тыныштықтың түні дейді бұл түнді. Сол себептен былай деп айтып жатыр. Бұл түні бір адам менің үйімді түптеп кетеді, менің басыма жай түседі, елді топан су қаптайды, тағы да басқа сияқты нәрселермен қорықпасын. Алла өзі аятта бұл нәрсемен біздің жүрегімізді бекітетіндей. Алла тағала ол түннің әминасын, яғни тыныштығын, ана фәжір дейді, о таң бозарып атқанға шейінгі уақыттағы барлық тыныштықты, сәкині Алла өзінің жауапкершілігіне алады дейді. Алла өзінің аманатына алады. Неге олай аманатын алып жатыр? Бұл аяттың келуінің себебі не? Өйткені жұма сияқты бұл күндіз емес қой. Түн адамға демалу үшін берілген. Түнде ұры-қары жүреді, түнде жаңағы жол кезетіндер жүреді, түнде адамдарға қастандық жасайтындар жүреді. Барлық қылмыс, тағы да басқа нәрселер, яғни күн жабылған кезде, қараңғы түскен кезде, адамдар жасырынатын кезде, осындай болғаннан кейін Алла тағала айтып жатыр енді. Сендерге бір керемет түнді жасырдық, сендер сол түні құлшылық жасаңдар, мешітке барыңдар. Бірақ енді түнде мен үйімді түптеп кетеді, жағдайым болмайды, бала-шағам кім қарайды деп әртүрлі нәрседен өзін тосқауыл қылмас үшін Алла тағала айтады, сол түннің әминасын, сол түннің тыныштығын, сол түннің барлық бәле-жәледен амандығын мен өзімнің кепілдігіме алам деп жатыр. Бұл түннің артықшылығы да осы жерде, яғни. Бұл түні қиямет қайым болмайды. Бұл түні қатты дауыл болмайды. Бұл түні қатты аяз болмайды. Бұл түннің алдында келетін күндіздің өзі қатты суық болмайды. Қатты ыстық болмайды. Тіпті ыстық жерлерде, мысалы Африканың өзінде, мысалға бүгін қадір түні болатын болса, содан алдыңғы күндіз бір серен, жаңағы салқын, әдемі, адамдарды күйдірмейтіндей дәрежеде бір әдемі күндіз болады. Осы күндізді сезінген ыстық жердің адамдары бүгін қадір түні деген үмітпенен сол түнді не істейді екен, жақсырақ күтеді екен. Ал енді суық жерде тұратын адамдарға да ол түні адамды бүйтіп күйдіретіндей дәрежеде, немесе үсіретіндей дәрежеде бір өте қатты аяз, суық, жердің бәрін топан су басып, тереу қар еріп, айналада су тасып деген сияқты нәрселер жер бетінде болмайды екен.
комфорт береді дейсіз ғой. Сол себептен Аллаху субханала тағаланың жер бетіне түсірген бір түндердің ішіндегі нығметке толы керемет түні. Ешбір уайымсыз, ешбір қиындықсыз, ешбір нәрсені ақылымызға өзімізді өзіміз шектейтін нәрселердің барлығын уайымдамастан емін еркін Алла менен мінәжат жасауға мүмкіншілік ашылатын түн. Бұл түннің тағы да бір артықшылығы, білесіздер енді, жер өзі нұрға толса, жер бетіне періштелер түссе, жасалған құлшылықтар 83 жыл 4 айға еселенетін болса, Алла тағала бұл түннің өзінің кепілдігін өзіне алып қойған болса, не деген сөз? Жер беті толықтай Аллаху субханала тағалаға былай көтерілетін, былай энергиялардың барлығы, адамдардың ішкі жан дүниесі менен Алланың арасында емін еркін байланыс болатын сондай бір керемет нәрсе. Бұл түн дұғалардың кейін қарай қайтарылмайтын түні. Әрбір құлшылығымызға періштелердің өзі мүшәһәдә, яғни Нұрбергеннің сәждеде жатқанын Жабраил алейхиссаламның көретін түні. Және ақыретте барған кезде мен бұл адамның сәждеде жатқан күйінде көрдім деп Забани періштелердің қолынан сені құтқарып алуға үлкен мүмкіншіліктер туатын күні. Сен өте қиын, өте тар, өте ыңғайсыз жағдайларға қалып қойған кезде бұл адамның салих адам екенін көргенмін деп аспанның, сәманың, жерде ешбір қатысы болмаған періштелердің сеніменен тозақ пен екеуінің орталарына түсетін және осы нәрсеге куә болатын түндерден. Бұл түннен, былайша айтамын, мен мұсылманмын деген кішкентай болса да жүрегінде иманы бар, Алладан дүние және ақыретінде үміті бар адам бұл түнді құр жіберіп алатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзімен айтатын болсақ, оның мұрны жерге сүрілсін деген. Оның мұрны жерге сүрілсін. Рамазан келіп, Рамазанның ішіндегі нығметтерден құр қалған адам, не деді? Дүниенің бүкіл нәрсесінен, ақыреттің бүкіл нәрсесінен махрум қалды деді. Және бұл Рамазанның соңғы 10 күнінде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның соңғы 10 күні неге қатысты күн дейді? Рамазанның күндерін 10-10-нан 3-ке бөлетін едік. Әуәлуху рахма, ва аусатуху мағфира. Яғни қазір біз мағфиреттеміз. Мағфирет деген сөзіне көп Алла тағалаға истиғфар жасайтын түн. Қазіргі біздің 10 күніміз мағфира деген сөз Алла тағала өзі кешірімім ашылады деп тұр. Ендеше сен де таңертең көзіңді ашқаннан көзің ұйқыға кеткенге шейін әрбір күнәларыңды жеке-жеке еске алып, кешірім, сол әрбір күнә үшін сағаттап отырып кешірім сұрау, тәубе жасау, сәждеде жату, сәждеде жатып Алла тағалаға жалбарыну, барлық кемшіліктеріміздің бәрін еске алатын 10 күннің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Одан кейінгі ең соңғы 10 күні не деген сөз ол? Тозақтан құтылатын 10 күн. Түсіндіңіз бе? Осы 10 күннің ішіне Аллаху субханала тағала қадір түні деген бір түнді жасырды. Не дейді саған? Айтып жатыр, аспан денесін ашты, барлық періштелердің бәрін жерге түсірдім, жердің бүкіл тыныштығының бәрін өзімнің кепілдігіме алдым, және осы түндегі жасаған құлшылықты 83 жыл 4 айдан аса, яғни 1000 айдан да қайырлы деген дәрежеде саған бүкіл мүмкіншіліктің бәрін берді. Енді не деп жатыр? Саған тозақтан құтылуың үшін Алла тағаладан саған басқа не керек енді деп жатыр. Осы кезде я Раббанал Карим екі ұлы нәрсе бар. Не дейсің? Бір, мені тозақтан құтқар, екі, мені жәннаттың ең үлкен фирдаус деген дәрежелеріне жеткіз. Осы екі нәрсенің төңірегінде адам баласы қадір түнін өткізеді екен. Аллаху субханала тағала бұған не істеп жатыр? Мүмкіншіліктерді беріп жатыр. 1000 айдан қайырлы. 1000 ай деген сөз 83 жыл 4 ай дедік. 14 жасқа толған бала. Бір адамның орта есеппен өмірі 60 жыл десек, 46 жыл бойы ләйләтул қадырмен кездеседі. 46 жыл қадір түнімен кездеседі. 46 жыл бойы бір адам өмірінің, яғни Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндеріне өтте сондай керемет дәрежеде қарап отыратын болса, яғни солда құлшылығын жасайтын болса, әрекеттерін жасайтын болса, онда не дейді? Бұл адам
анау Нух алейхиссалам заманында 600 жыл 900 жыл өмір сүрген адамдардан да артық құлшылық жасауға мүмкіншілік ашылады деген сөз. Ұстаз, алла разы болсын. Енді мысалы қадір түннің қадір қасиетін білдік, абзалдылығын білдік. Енді осы сондай қадірлі, осындай қасиетті түнге қалай дайындалсақ болады? Дайындалудың екі түрі болады. Екі түрі: біреуі сыртқы дайындалу, екіншісі ішкі дайындалу. Сыртқы дайындалудан бастайық. Сыртқы дайындалу деген сөзіміз осы түнге арналған арнайы бір тазалану рәсімі. Яғни мүмкіншілік болса толықтай бой дәрет алып, арнайы осы қадір түніне ниет еткен күйде. Егер оған мүмкіншілік болмауы мүмкін, бір адамдар жолда жүреді, басқада жүреді, болмағанда ең аз дегенде арнайы осы қадір түніне арналған бір дәрет алып, осыған ниет етіп, және үстіне жақсы таза киімдерді киіп, адамдар сыртыңнан көрген кезде адамдардың көзінде бір кәрих көрінбейтіндей дәрежеде. Екіншісі, ең жоғары дәрежесі, кәдімгідей аппақ киімдерді киіп, басыңа ақ сәлде немесе ақ бас киім киіп, жаңағы үстіңе әтірлерді сеуіп, тістеріңді, ауыздарың тазалап, осындай ең сұлу болған күйде болу, бұл ең жоғары дәрежесі. Және неге бұл түндері осындай дәрежеде ерекшелену керек? Бірінші, әлбетте, Алла тағаламен кездесу, тағы басқа нәрсе, ол рухани мәселе. Өйткені біз бұл түні мешіттің адамдарға толады. Бір-бірімізбенен қыстырылысып намаз оқимыз. Егер біз бұл күні жуынбаған, немесе ұсқынсыз күйде, адамдардың көзіне кәрих болған күйде сол ортаға келетін болсақ, қасымызда тұрған адам бізден жеркенетін болса, оған емін-еркін құлшылық жасауына мәния, яғни кедергі болып тұрамыз ол жерде. Біз өзіміздің мінәжатымыз емес, қасымыздағы адамдарға зиян бергеніміз үшін Аллаху субхана ва тағала біздің мінәжатымызды қабыл етпей қоюы әбден мүмкін. Сол үшін мейлінше ешкімнің алдынан өтпей, ешкіммен ұрыспай, ешкіммен айқайласпай, ешкімге иісіммен, сыртқы көрінісіммен, сөзіммен, қолыммен, тіліммен, тағы басқа нәрселермен ешбір зиян бермейтіндей дәрежеде сол жерде өзімді өзім ұстау, бұл біздің не екен? Рамазанға сыртқы дайындығымыз. Ал енді қадір түніне адам іштей қалай дайындалады? Өйткені қадір түні, жоғарыда айтып жатырмыз, тозақтан құтылу түні дедік. Егер адам тозақтан құтылушы түн болатын болса, онда не істеу керек? Алла тағаладан бірінші адам жасаған күнәлары үшін кешірім сұрау керек. Бұл бізді тозақтан құтқарады. Екіншісі, Аллаху субхана ва тағаладан жәннаттың ең ұлы дәрежелерін талап ету керек, яғни дұға ретінде. Осы екі нәрсеге адам күндіз дайындалу керек, немесе Рамазанның ішінде дайындалу керек. Не деген сөз? Бұл күні қалауымдағы бүкіл нәрсені сұрайтын күнім менің. Енді сұрайтын күніме оны қалай сұрайым, және нені сұрайым, қандай күйде сұрайым, осы нәрселердің бәріне алдын ала дайындалмай бару, сенің 10 минуттан кейін, 5 минуттан кейін дұғаң бітеді деген сөз. Сен ол жерде айналаңыздың бәрі адамдар топырлап атқанда, біреу былай өтіп атқанда, адамдардың бәрі бірі тұрып, бірі жатып құлшылық жасап атқан кезде, ана нәрсенің бәрі сенің көз алдыңа кедергі беріп, түн ортасында бәленше келіпті, түгенше келіпті деп айналадағы адамдарды санаумен өткізетін болсаң, онда сен түніңді бос өткізіп алдың деген сөз. Сол себептен бұған адам алдын ала дайындалу керек. Мешіттің ішіне кірген кезде Алла тағалаға ниет етіп, Алламен жеке қалған адам сияқты. Айналасындағы болып атқан нәрселердің ешқайсысын сезінбейтіндей дәрежеде, еленбейтіндей дәрежеде, көз еленбейтіндей дәрежеде сен емін-еркін бір хушуда құлшылық жасауың үшін сен алдын ала бұған өз-өзіңе концентрация жасау керексің. Алдын ала дайындалу керексің. Білмеймін, бір адам уағызбен дайындала ма? Білмеймін, бір адам Құранның мағыналарын оқумен дайындала ма? Білмеймін, бір адам күнзаққа зікірде отыра ма? Білмеймін, бір адам күнзаққа күнәларын, анау кішкентай балиғатқа толғаннан бастап жасаған ауыр күнәларын бөлек, жеңілдеу күнәларын бөлек, қателіктерін барлығын бөлек жазып, осы нәрсеге дайындалып келіп, мынауым үшін тәубе етем, анауым үшін тәубе етем деген секілді жәннатты сұраудың өзі де өмір көрмеген, көз алдымызға елестете алмайтын нәрселерден не сұрауымыз мүмкін? Алладан қалай сұрауымыз мүмкін ол нәрсе? Сұраудың да бір кесін, дұғаның да өзі, я Раббанал Карим, осыны маған нәсіп ет деп Аллаға бұйрық райында сұрақтың сұралуы.
сен енді өзің қарайсың ғой деген дәрежеде сұралмайды өзі дұға. Дұғаның да өзінің әдебі бар. Осы нәрселердің бәрін алдын ала біліп келуі. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, енді оқиға ұзын, уақытымыз қысқа, бір кісіге бүгін Алла тағала саған мүмкіншілік берді дұға жасауға, қалаған нәрсеңді сұра деген кезде, ол маған қызылбас түйе берсін дейді. Араға біраз уақыт салып пайғамбарымыз тағы да, Алла саған бүкіл кез келген дұғаңды қабыл етем, сұрауға рұқсат деген дұға жаса деген кезде, ол маған қызылбас түйе берсін деді тағы. Пайғамбарымыз салсам араға біраз уақыт салып үшінші рет айтты да, әлгі адам тағы да қызылбас түйе дейін деп айтады. Пайғамбарымыз тоқта деді. Саған бір кемпірден мысал берейін деді. Бір күні керуенмен келе жатырмыз, керуен сарайға тоқтадық, түйелерімізді байлап жатыр едік. Бір кемпір келді да барлығымызға су ұсынды дейді, құмырада. Әлгі суымызды ішіп алдық дейді. Су ішіп болғаннан кейін араларыңда Мұхаммед бар ма деп сұрады дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалардан бірі тұрды да, я Расулалла, арамызда деді. Әлгі кемпірдің дереу түрі бұзылды дейді. Бізге берген суының қарымтасына ақша сұрай бастады дейді. Төлеңдер судың ақшасы. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді да айтты, бізге дейін қаншама адамға су ұсындың, ешқайсынан қарымтасына ешбір нәрсе сұрамадың. Неге бізден келіп қарымтасына ақша сұрап жатсың деді. Кемпірмен сөйлесу мүмкін болмады. Жоқ деді, дүнияда тегін еш нәрсе жоқ. Бәр нәрсенің құны бар. Төлейсіңдер бұл нәрсе. Әлгі кісіменен келісе алмайтынын түсінген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Қанша тұрады сенің суың деді. Қайсың Мұхаммед? Мен деді Мұхаммед. Мен осы жерде қаншама жылдардан бері сенімен қауышу үшін осы жерде су таратып жүрмін. Бүгін міне маған мүмкіншілік келді деді. Сен қазір екі қолыңды жаясың да Алла тағала дұға қыласың. Мына бәленше деген кемпірді жәннатыңа ал деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шыдай алмай жылап жіберді. Айтып отыр, бауырым, сен бір кемпір құрлы болмай жатсың. Кемпір бәленбай жыл су таратып жүргендегі асыл мақсатын түсінді. Алла тағала саған үлкен мүмкіншілік бергенде сен қызылбас түйеден аса алмай жатсың. Не деген сөз? Дүниеде кейбір нәрселер бар, өзіміздің әрекет ету арқылы алуымызға мүмкіншілік бар нәрселер бар. Мен түсініп тұрмын, барлық нәрсе бізге әуел жазылған, жаратылған, яғни бүкіл тағдырымыз жазылған, ненің келетін, ненің келмейтін алдын ала. Бірақ сол келетін нәрселердің барлығын Алла тағала біздің әрекетімізге байлап қойған. Әрекет ету арқылы кейбір үлкен нәрселерге қол жеткізуге мүмкіншілік бар. Бірақ жәннат сияқты нәрселер, тозақтан құтылу сияқты нәрселер тек қана Алланың рахым-мархаматымен ғана болатын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні ешбір адам құлшылығымен жәннатқа кірмейді деді. Сахабалар таңғалды. Я Расулалла, сіз де ма деді. Мен де жәннатқа кірмеймін деді. Алланың жәннатымен біздің арамызда не перде болады деді. Аллаху субхана ва тағаланың рахым-мархамат деген бір нәрсе бар. Құлшылықтарыңа сеніп қалмаңдар деді. Алланың мейірімін іздеңдер. Сол себептен бізге көп деген хадистердің ішінде өмірін фахиша дейді ғой, жезөкшелікпен өткізген әйелдің кейбір бір жақсы амал жасау арқылы жәннатқа кіретінін, дүнияда бүкіл өмірін салих амал жасау арқылы бір қателігіменен тозаққа кіретінін жайында бізге сахих хадистер баяндайды. Бұл нені көрсетеді? Амалдарыңа сеніп қалмаңды көрсетеді. Әрдайым өз-өзіңді былай ояу ұстау керек екенін көрсетеді. Әрдайым Алла тағаладан үміт етуменен, Алланың тозағынан үрейленуменен осы екі ортада өмір сүру керек екенін көрсетеді. Ендеше іштей рухани осы нәрсеге дайындалу керек адам. Рамазанға да тура солай дайындалу керек. Қадір түніне де тура солай дайындалу керек. Қадір түнімен бетпе-бет келіп қалған кезде не жасауым керек, адам бұл нәрсені де білу керек деп ойлаймын, иншалла. Сол керемет айттыңыз. Сол енді мысалға жаңа басында айтады, қадір түнге ниет ету деген бар ғой. Мысалға бір адам түнде енді жаңағыдай бір әдетке айналдырған бір намаздар оқып жүр. Түнгі намаздарын сөйтіп оқып жүрді. Сол күні енді мысалы қадір түнге ниет етпей, мысалы қадір түнін күтпей, мысалы әдеттегідей тахаджудке бір нәрсеге тұрса, ол сондай қадір түнінде амалдар қабыл болған бола ма деген. Енді мынаны қараңыз, бұл біз айттық, жалпылама ғалымдардың көзқарастарын барлығын жинаған кезде біздің ортаға ең раджих көзқарас, яғни ең таңдаулы, ең дұрыс көзқарас ретінде не шығады дедік? Рамазанның соңғы 10 күні және оның ішінде тақ күндері шығады. Тақ күндері. Енді бір адам Рамазанның соңғы 10 күнінде, тақ күндерінде
ол міндетті түрде қадір түніне ниет етіп жасау керек ол құлшылықтарды. Ол жаңа жылдың ішінің барлығында болса екен ұмытып кететін. Жоқ, бұл сонда Рамазанның соңғы 10 күн десек 10 күн қалады. Оның тақ күндері десек 5 күн қалады. Сол күн 5 күндерде Ол 5 күнде адам бұған ниет етіп арнайы тұру керек. Мына нәрсені айтып кетейін. Жалпылама қадір түні күні бір адам қадір түнін жақсы өткізді деген. Яғни қадір түні болатындай дәрежеде өткізу үшін ол жерде қандай құлшылықтар болу керек деген ғалымдардың арасында жаңа осындай бір ойлар айтылған. Ішінде жалпылама былай дейді. Бір адам кешкісін айша намазын, біздің тілмен айтқанда құптан намазын, және таң намазын жамағатпен бірге оқитын болса, онда ол адам қадір түнін жақсы өткізді деген адамдардың қатарында. Арасы бұл фарыз. Бұл фарыз. Ал енді мен тек қана жақсы өткізді емес, мен тақуалықпен өткізгім келеді. Фарызбен емес. Мен фарыздың да үстінде бір нәрсе жасағым келеді десе, онда ондай адамға не дейді екен? Яғни кешкісінгі айша намазын жамағатпен, одан кейін оған тарауих намазын жамағатпен, одан кейін үтір уәжіп намазын, одан кейін таң намазын жамағатпен оқып ортасында дұға қылатын болса, ол адам қадір түнінің ең үлкен дәрежеде өткізген адамдардан болып есептеледі дейді. Сосын енді өткенде неге барғанда, умраға барған кезде өзі айтқандай оқшаулану деген бар ғой, яғни тауап еткенде, яғни қасына жолдас балдарыңды, достарын ертіп алсаң, енді ол оның көзінше дұға ету деген сияқты, жаңа Алламен байланыс жасағанда бір адамды қысылады ғой. Сосын одан кейін жаңағыдай дұға етіп жатқан кезде, яғни дұғаны бітіп қалатыны бар жаңа. Осы турасында өте керемет айтты, жаңа дұғаны яғни жазып алу деген секілді. Сосын оның бір үлгісі, оның бір несін шығара аламыз ба? Мысалға мынандай қылып дұға ету керек деген секілді. Жоқ, оны шығара алмаймыз. Шығара аламыз дегенде не шығаруымыз мүмкін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мәсур, яғни пайғамбардың дұғалар жинағы, яғни пайғамбардың өмірінде қылған дұғаларының хадис ретінде жеткен бізге риуаяттар бар. Осы жерден пайғамбардың дұғалары деп дұғалар қосуымыз мүмкін. Одан кейін пайғамбарлардың Құран кәрімдегі берген пайғамбарлардың дұғалары бар. Юсуф пайғамбар осылай деді, Юнус пайғамбар осылай деді, Муса пайғамбар осылай деді, Адам алейхиссалам, әрқайсының дұғалары бар. Осы дұғалардан бір жиынтық жасап беруіміз мүмкін. Бірақ бұл деген қадір түніне арналған мынандай дұға дейтін бір дұға беретін болсақ егер, онда адам санасын шектейміз біз. Өйткені адамның әрбір пенде жеке бір Алланың жаратылысы. Әрбір пенденің күніне басына келетін тауқеметтері менен хайырлары сен ойламағандай дәрежеде болуы мүмкін. Егер біз қазір мынаны айт деп қоятын болсақ, ол тек соны сұрайды да сонымен шектеледі да өзіне керек нәрселерді ала алмауы мүмкін. Бұл адам қадір түнімен бетпе-бет келсе, дүние сұрай ала ма? Әлбетте. Денсаулық сұрай ала ма? Әлбетте. Абырой сұрай ала ма? Әлбетте. Ақырет сұрай ала ма? Әлбетте. Жәннат сұрай ала ма? Әлбетте. Тозақтан құтылуын сұрай ала ма? Әлбетте. Перзенттер сұрай ала ма? Әлбетте. Яғни біз дүниядан да ақыреттен де адамды қыспаймыз. Бұл біздің хақымыз жоқ бұл нәрсені жасауға. Сол себептен кез келген адам өзіне керек болған нәрсесін, яғни әр кәллада өзінің бір қиялы бар. Не нәрсе білмейміз ғой, біреу денсаулыққа мұқтаж. Білмейміз ғой, бір адам бір үзім нанға мұқтаж, бір адам бір перзентке зәру деген сияқты әркімнің ішінде әртүрлі нәрселер бар. Бір адам бір қыздың жүрегін жаулауға зәру деген секілді. Дұрыс па бұл нәрселерді сұрау? Әркім, егер бұл дұрыс жолмен, егер бұл Алланың шекарасынан шығып кетпейтіндей дәрежеде болатын болса, әлбетте бұның ешқайсынан шектеуге хақымыз жоқ. Сол себептен бұл түнде адамдар қалаған нәрселерін сұрай алады. Бірақ хайыр өзінің басына бір пайда беретін нәрселерді. Дүние сұрасаңыз да, я Раббанал Карим, осы нәрсе мен үшін хайырлы болса, осын маған нәсіп ет. Осы әйел маған хайырлы болса, осы нәрсені маған нәсіп ет деп сұрайтын болса, онда не болады? Біріншіден, Алла оған оны нәсіп етсе, ол хайырлы болады деген сөз. Екіншіден, ол оған оны нәсіп етпесе де, пендеден санасында не болады? Бұл маған хайырлы болмаған үшін Алла тағала маған бұны нәсіп етпеді деген өзін өзі жұбату болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға бұл дұғаны үйреткен. Әр нәрсе сұрасаңыздар, оның хайырмен бірге сұраңыздар. Болмаса хайырсыз нәрсені де сұрап алуымыз мүмкін.
басымызға бәле болды. Одан кейін соның артында бүкіл өмірімізді сарп етіп жіберуіміз әбден мүмкін. Алла разы болсын ұстаз. Көптеген сұрақтарға жауап алдық. Енді осы айттыңыз ғой жаңағындай құптан намазы мен таң намазының арасында екеуін жамағатпен өткізсе, сондай бір жақсы өткізге болады қадір түнін. Енді осының арасында тағы да қандай амалдар жасаса болады? Қандай зікірлер бар, қандай тағы намаздар оқысақ болады? Біріншіден, жоғарыда айтып кеттім бұл нәрселерді. Біріншіден, Рамазанның соңғы 10 күні тозақтан құтылатын 10 күн. Адам тозақтан құтылу үшін бізді тозаққа апаратын амалдардың алдын кесу деген мағынаны білдіреді бұл. Тағы айтамын, соңғы 10 күнін Алла тағала бізге мүмкіншілік ретінде нені ашты? Сендерге тозақтан құтылуларыңызға мүмкіншілік бердік осы 10 күнде деді. Ендеше мен тозақтан құтылғым келсе, ендеше не деген сөз? Мені тозаққа сүйреп тұрған бір амалдар бар. Мен де оны білем. Өйткені оның авторы менмін. Ендеше осы тозаққа сүйреп апаратын жасаған амалдарым бар. Мен өткен ол, мен білем оларды. Кейбіреу есімде, кейбіреу есімде жоқ. Бірақ мейлінше сол нәрселердің бәрін еске түсіріп, сол нәрселердің бәріне тәубе жасау деген нәрсемен айналысу керек. Бұл бірінші, бұл маңызды нәрсе. Сен ең алғашқы жасайтын нәрсеңіз. Құптан намазын, өтір, тарауих намазын, таң намазын, ол саған не жаңағы қадір түні болмаса да саған күнде жасап жүрген амалың ол асылында. Не деген сөз? Күнәларымыз үшін Алла тағаладан истиғфарлар сұрау. Күнәларымызды еске алу және сәжделер жасау. Аллаху субхана ва тағалаға тәубелер жасау. Жасаған күнәларымыз үшін шынайы өкіну, оған жылау және оған қайтып келмейтініміз жайында жүрегіміздің ең түбінен ықыласпен Аллаға уәде беру. Уәдемізге қай жерге шейін тұра аламыз, қайтадан қай уақытта оны қайталап қоюымыз мүмкін, ол басқа мәселе. Аллаху субхана ва тағала күнә жасамайтын пенде жаратпайды. Яғни біз әрбір сәтімізден сұра аламыз. Мен бір 5 намазын оқимын, бір намазымды ықылассыз, құлықсыз оқимын, бір намазымды құлықты оқимын. Құлықты оқылған сәтімнен сұра аламын. Мен жалпылама бәленше жылғы 5 намаздарым бәрінен сұра алмаймын. Алла тағала адамдардың барлығын бір стандартпен соттамайды, бір заңмен. Әрбір адамның жеке заңы және оған қатысты соты болады. Ғалымның соты басқа, малшының соты басқа, жазушының соты басқа, әншінің соты басқа. Тура сол сияқты әрбір жасаған ісімізден бірінші не істейміз? Алла тағаладан тазарынамыз, айтамыз: "Я Раббана, мынаны кешір, мынаны кешір, мынаны кешір, мынаны". Бұл біріншісі. Екіншісі не деген сөз? Бір адам бүкіл күнәларынан кешірілсе, тозақтан шығарылды. Тозақтан шығарылып қайыққа барады енді ол? Жәннат. Аллаху субхана ва тағаланың жәннатына. Енді екінші мәселе туындайды. Жәннатқа барсам, қай жерге дейін барам? Жәннатта әшейін мынандай бір бөлмелі квартира емес ол. Жәннат үлкен-үлкен дәрежелерден тұрады. Әрбір дәрежелерге жараса адамдарға деңгейлері, амалдары бар. Бір адамға намаз есігі ашылады, бір адамға райян есігі ашылады, бір адамға тағы да басқа есіктер ашылады. Сол қай есігінен кіргім келеді, қай жеріне шейін барғым келеді, бұл тағы басқа мәселе. Кейде адамдарда мынандай нәрсе болуы мүмкін: ойы ұшқыр, терең, Алламен байланысы мықты болған адамдар ол былай деуі мүмкін: жәннат емес маған маңыздысы. Маған маңыздысы, я Раббанал Карим, сен мен менің алдымдағы перденің шешілуі, сенің дидарыңды, жәмәліңді көруім. Осының сыртында, егер сенің дидарыңды көрсем, бұның сыртында маған еш нәрсенің керегі жоқ. Тіпті анау үлкен тасауфтың ғалымдары не деген: егер мен тозақтан қашып атқан болсам, онда мен мәңгі тозаққа таста. Егер мен осы амалдарымды жәннатқа кіруім үшін жасап жатсам, онда жәннаттың есігі маған түбегейлі жауып таста. Мен жасап жүрген амалым, оқып жүрген намаздарым, айтып жүрген зікірлерім, ішімнен жасап атқан дұғаларым, ішімнен жасап атқан кешірімдерім, тәубелерім, бұлардың барлығы тек қана сенің разылығыңды алу үшін ғана, сенің дидарың көру үшін ғана. Қалған нәрсе еш нәрсе қызықтырмайды дейді маған. Бұл иманның ең үлкен дәрежесі. Бұндай сөз айта алу үшін адамның ішінде үлкен дух болу керек. Олай ма? Рамазан әл-Буты айтады: мен бір күнәһар адаммын, мен күнәһармын, күнәларым өте көп, күнәларымменен жәннатқа кіре алмайтынымды білем.
апаратын керемет амалдарым да жоқ, амалдарым да мен жәннатқа сүйрей алмайтынын, тозақтан құтқара алмайтынын білем, менде құтқаратын бір-ақ нәрсе бар деп ойлаймын, мен Алла тағаланы жақсы көрем, ертең Алланың құзырына барам, немен келдің дейді маған. Я беретін бір амал, я бір ілімім жоқ, тек қана я Раббанал Карим, сені жақсы көрдім, сені жақсы көрген жүрегім мені хайырға жетелеп алып келді, басқа еш нәрсем жоқ деп айтам. Аллаху субхана ва тағала өзін сүйгендерді сүйеді және оларды өзі құтқарады, өзінің рахым мен мейіріміне бөлейді. Сондықтан амал жасаған кезде есептеспеңдер, Алланы жақсы көруге тырысыңдар, Алланың мейірімін ешқашан шектемеңдер. Күнәһарларға қарсы амал жасап жүрім, құлшылық жасап жүрім деп өздерің жоғары қоймаңдар, немесе күнә жасап қиналып жүріп, айналаңдағы адамдарды көріп, өзің үмітсіздікке түсіп кетпе. Тек қана бір адамды құтқаратын болса, бұл Аллаға деген махаббаты және Аллаху субхана ва тағаланың оған деген мейірімі мен рахметі деген. Машалла, ұстаз, енді керемет осындай сұрақтарға жауап алдық, осындай түндерімізді қалай өткізетінін білдік. Енді осы қасиетті қадір түнін соңғы 10 күн тақ күндерден ажырату үшін оның қандай сипаттары бар? Жоғарыда қысқаша сипаттарын айттым. Бірінші, мысалға 21-ші түнге кіретін болсақ, сол 21-ші күндізді қараған дұрыс. Күндізді. Егер күндіз шырайлы, жайлы, әдемі болатын болса, онда сол түнге қаттырақ, жақсырақ дайындалу керек. Не деген сөз? Бұл басқа түндерді қоя салыңыз деп жатқан жоқпын. Мысалы, бір әдемі түнді көрдік, соған дайындалдық, келесі түндер бұл осы түн өтіп кетті деу емес бұл мәселе. Бұл түнді жасырылудың да мақсатын айттым ғой жаңа жоғарыда. Бізді үнемі ояу ұстап тұру үшін Алла тағала бұл нәрсені жасырған. Алла тағала бұның жасырылуын қалап, бізді үнемі ояу тұруды қаласа, сіз үнемі ояу болуға тырысыңыз. Бұл Алланың сізден талабы. Бұл түні айттым, күн жарық болады. Күн жарық болады. Аспанды қара бұлт қаптамайды. Бұл түні қатты ыстық және қатты суық болмайды. Бұл түні адамдарға өте бір қолайсыз жағдайлар болмайды. Бұл түнінің шапағы ерекше бөлек. Әуелі шапақтан бұрын күн, одан кейін барып шапақ шығады. Осындай бұл түннің ерекшеліктері бар. Әрбір адам бұл түнді сезінеді. Егер шынында бұл түнді іздеген адам болса. Іздемеген адам болса, оған қай түн қалай өтті, бүгінгі түннің қалай өтіп жатқанында белгісіз болуы мүмкін адамға. Сондықтан соңғы 10 күнінде, тақ күндерінің ішінде әсіресе бұл түндерден іздеңіздер. Міне осы түн деген дәрежеде әрбір нәрседе арттырыңыздар. Өзі Рамазан сондай ай. Рамазанның басына жайлап кіресің, одан кейін арттырасын. Осы солай болу керек екен ол. Өйткені неге? Адаптация деген бір нәрсе жүреді. Рамазанға алғаш кірген кезде қиналып қалуы мүмкін адам. Одан кейін адам ет үйренеді, зат үйренеді, сезіне бастайды, өзін Рамазанның берекеті сезіндіреді. Сол деген сөз алғашқы 10 күннен одан кейінгі 10 күнде құлшылығың да, сезімің да, сезімталдығың да, дұғаң да, тәубең да арту керек. Одан кейінгі 10 күнде мүлде ерекше құлшылықтар арту керек. Адам төзет. Алғашқы күні Рамазанның тарауих намазына келуіменен қазір тарауихты оқудың арасында разница бар, аспан мен жердей. Соңғы 10 күнде сен андай бір бодрый болу керексің. Соңғы 10 күн дейсіз ғой, алда 20 күн өтіп кетті. 20 күн өтті, сен әбден шынықтың, үйрендің, етің үйренді. Рамазанмен қоштасу бар дейсіз ғой. Соның бәрін адам сезін алу керек. Егер сол түнді шынында адам сезінетін болса, онда Рамазанның соңы біткен кезде адам өзі бір тұжырыммен айтады: осы жылы 25-ші түн болды. Өйткені қазір міне осы түн болған сияқты. Бірақ бізге ешқандай сообщение келмейді ол бүгін түн деп ертеңіне. Сондықтан 27-сін күтесің, 29-ын күтесің, одан кейін барып не істейсің? Сол түндердің арасынан жайлап адам өз шешім шығарасын. Әр жылы бұл нәрсені біз сезінеміз иншалла. Ұстаз, енді уақытта біраз болып қалды. Бір соңғы сұрағымызды қойып, осымен подкастымызды тәмамдасақ, енді біраз сұрақтарға жауап алдық. Енді мынандай, сіз өзіңіз бір отбасы төңірегінде, отбасы тақырыбын қозғап жүрсіз, әлеуметтік желіде көріп жүрміз, подкасттар, қаншама инстаграмда рилстар түсіріп жатсыз. Енді мына қадір түнін отбасымен қалай күтеміз, немесе сол отбасыны, енді бала шағаны, әйелімізді деген секілді осы қадір түнге қалай дайындаймыз деген отбасыға бөлек тоқталып кетсек. Міндетті түрде бұл қадір түнінің қадірін, қасиетін, артықшылығын
кез келген адам өз отбасымен бөлісу керек, немесе әйел адамда ер адамның хабар болмаса әйел адам өзі іздену керек, кәмелетке толғандар барлығы өздері іздену керек, және отбасына қатысты белгілі бір дәрежеде дайындық болу керек. Көбінесе бізде мынандай нәрсе бар, біз әйел адамдарды немесе қыздарымызды тек қана сәресімен ауыз ашарға дайындықпен бүкіл өмірін өткізіп жіберіп жатамыз. Асылында бұлай емес. Негізі асқазан білесіңіз мынандай өзі 0,5 бір жарты литр ғана болатын нәрсе. Бұны кез келген нәрсемен тойдырса да болады. Қазір Рамазанның соңғы 10 күнінде біз керемет тамақты талап етпейді асқазан. Сондықтан өміріміздің барлығын сол асқазанмен мәшһүр болумен жіберіп қоймай, тамақты кішкене азайту керек. Астан кестен дастархан жасап, күндіз түні ұйықтамай түнімен бірдемелер пісіру деген сияқты мәселелердің бәрін Рамазан соңғы 10 күнде тоқтату керек деп ойлаймын. Сол себептен құлшылыққа қарай адамдарды арнау керек, оларды да үйрету керек, әйел адамға арнайы уақыт бөлу керек. Түнімізді мешітте өткіземіз деп кешкісін құптанда кіріп алып таң атқанға шейін мешітте отыра беру деген мағына емес. Басында не деп айттық? Құптан намазын және таң намазын жамағатпен оқу дедік. Осының ортасындағы белгілі бір бөлікті мешіттің ішінде құлшылықтар дұғалар жасауменен қалған бір бөлігін отбасыңа келіп, отбасыңның басында сен имамсың, бәрібір әйелің бала-шағаң сені күтеді, сол жерде тұрып соларменен нәпіл намаздар оқып, кәдімгідей бірге отырып дұға жасап, отбасының әрбір мүшесіне енді сен дұға жаса, енді сен дұға жаса. Бұл бір жағынан семьяның, отбасының бір-біріне деген мейірімділігін арттырады. Енді сен бәленше үшін дұға жаса, енді сен түгенше үшін дұға жаса, енді сен отбасың үшін дұға жаса, енді мен отағасы ретінде мен бәріміз үшін дұға жасайын. Және әрқайсың мына белгілі уақытта өздеріңнің кемшіліктерің, өздеріңнің артықшылықтарың, тозақтан құтылуларың, жәннатқа кірулерің, Алланың дидарын көрулерің, осы үшін дұғалар жасаңдар. Қателіктеріңнің кешірілуі үшін. Әрбір қателігіңе бөлек тәубе жаса, сен бұл нәрсені өсіп кеткен ұрпаққа өзің үйретпесең, ютубтан тыңдап алсын деген дұрыс емес нәрсе. Әке ретінде, отағасы ретінде әрбір еркек бұған жауапты. Өйткені ақыретте сен отбасыңның, әйеліңнің, бала-шағаңның дінінен сен сұраласың. Дін деген сөз иман беру сенің қолыңда емес, бірақ иманға қарай баратын жолдардың бәрін ашуға сен міндетті боласың. Сен өзің ораза ұстап, әйелің кешке шейін тамақ пісіруге мәжбүрлейтін болсаң, ол әйелдің құлшылығын сен мойныңа көтере алмайсың. Бұл нәрсені сезіну керек. Сол себептен отбасыменен қарым-қатынас жасау, отбасының бір-біріне дұғасын жасауы, кейде былай аланиян дейді ғой, ашықтан ашық. Я Раббанал Кәрим, қызым болған іңкәрді өзіңнің рахметіңе бөле, кемшіліктерін, қателіктерін өзің кешір деген сөзді әкесінің аузынан қыздың естуі да бұл өте үлкен арадағы бір жақсы байланысты себепкер болады деп ойлаймын. Ұстаз, осы бүгін эфирімізге келіп, осындай маңызды ақпаратты бөліскен үшін Алла сізден разы болсын. Амин, Алла бәріміз. Міне құрметті көрермендер, осындай Алла тағала жасырған, осы Рамазанның осы соңғы 10 күнінде, соңғы тақ күндерінде осындай бір қасиетті қадір түнінен құр қалмай, осындай соны құр қалмас үшін жақсы ниетпен, жақсы дайындықпен өткізейік. Алла тағала сол күнге сіздерге түсулеріңізді, құлшылықтарыңызды арттыруын нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, осындай сұрақтарыңыз болса Рамазан жайлы, және де осындай қадір түні жайлы сұрақтарыңыз болса, осы подкастымыздың астына комментарийға жазсаңыздар болады. Иншалла осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Сау саламатта болайық.